Барлықтарыңызға қайырлы күн. Бүгін сіздермен 2 дана кәдеден жасалатын өте дәмді шығатын рулеттер дайындаймыз. Алдымен кәделерімізді жуып алып, содан соң екі шетін алып тастап, арнайы кәде кесуге арналған пышақтардың көмегімен кесіп алсаңыздар болады. Немесе ондай құралғы болмаған жағдайда пышақтың көмегімен жұқалап кесіп алуға болады. Жұқалап кесілген кәдімізді алдымен ұнымызға екі жағын аунатып, содан соң тұз бұрыш салынған жұмыртқаға салып, содан соң панировочный сухариге салып дайындап қоямыз. Келесі кәделерімізді де әрқайсысына екі жағын аунатып дайындап қоямыз. Қызып тұрған майымызға кәделерімізді салып, екі жағын қызартып қуырып аламыз. Майымыз орташа отта болу қажет. Егер жоғары отта болған жағдайда ол күйіп кетеді, ал төменгі отта болған жағдайда майды өзіне сіңіріп алады. Соусымызды дайындайтын боламыз. Алдымен уақтап тұралған сарымсағымызға қаймағымызды, майонезімізді, көк шөбімізді салып, жақсылап араластырып аламыз. Салатқа арналған жапырақты кішкентай етіп кесіп аламын. Оны салу міндетті емес, тек әдемілік үшін қолданатын боламын. Кәдімізге соусымызды жұқалап жағып, оған салатты жапырағымызды қойып, қызанағымызды және де фетоксамызды салып, жұқалап рулет қылып ораймыз. Рулетті осылай дайындасаңыздар, өте дәмді шығады. Сіздерге міндетті түрде дайындауға кеңес беремін. Астарыңыз дәмді болсын.